Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Міне шайтанға тас лақтырудың екінші күні. Міне сол шайтанға тас лақтыратын жерлерге келдік. Біздің отеліміз жақын орналасқан жерде. 20-25 минуттың ішінде келуге болады осылай. Қызмет саяхаттың және барлық қажылары қазір бізбен бірге келді осы жерге. Барлығын алып келдік. Құдай қаласа осы жерге келіп шайтанға тас лақтыратын боламыз. Енді бұл жердің аты Жамарат деп аталады. Ағылшыншада жазылып тұр Жамарат. Бұл жерде 3 шайтанға тас лақтыратын жер бар. Кіші шайтан, орта шайтан, сосын кейін үлкен шайтан. Енді ол жерді қазір көрсететін боламыз. Жалпылама бұл жәнегідей қажылықтан кейін 3 күн бойы осылай шайтанға тас лақтырамыз. Бірінші күні 7 тас, ең үлкен шайтанға. Содан кейін кіші, орта, үлкен шайтанға 7-7-ден екінші, үшінші күні жалпылама 49 тас лақтырамыз. Енді жәнегідей шайтанға тас лақтырғанда адам өзі қажылыққа келгеннен кейін қандай да бір өзінің жаман бір мінезі болса, өсек айту сынды, және адам көре алмаушылық деген сынды, тағы да басқа сондай бір мінездері болса жаман, сол мінезін ойлап тұрып шайтанға тас лақтырған абзал деп айтылады. Шайтанға тас лақтыратын кезде бисмиллахи Аллаху акбар рахман лиш-шайтани ва хизбихи деп лақтырамыз. Міне осы жерде міне шайтанға тас лақтыру процесі. Енді көптеген халық басымызды санап алып алайық. Осылай тастарымызды алдық. Бисмиллахи Аллаху акбар. Рахман осылайша 7 тасты шайтанға лақтырдық. Енді мынау кіші шайтан деп аталады жер. Енді Құдай қаласа үлкен шайтанға тас лақтыратын боламыз. Қажыларымыз шайтанға тас лақтырып келе жатыр. Енді шайтанға тас лақтырар кезде өзіміздің компаниямен жасайтын лайфхакымыз. Бұл шайтанның бас жағына адам көп келгендіктен көп адам болады да очередьта. Сол себепті біз бұлай өтіп, шайтанның міне тастың соңғы жағына қарай адам азаяды. Осы жерден лақтырдамыз да, себебі ар жаққа кіргеннен кейін шыға алмай қалу ықтималы бар. Кірсең кіре алмайсың, шықсаң шыға алмай қаласың. Сол себепті міне қажыларымыз лақтырып келе жатыр. Қажылар, тудың артынан жүріңіздер, тудың. Тудан қалмаңыздар, тудан. Тудан қалмаңыздар, аға. Жігіттер, тудан қалмаңыздар, тудан. Тудан қалмаңыздар. Әне, тулар кетіп баратыр ғой. Аға, тудан қалмаңыз.
осылайша кіші шайтанға тасымызды лақтырдық. Енді міне барлығымыз орта шайтанға тас лақтырамыз. Қызметкерлеріміз осылай адасып кетпес үшін тағы да 7 тас алдық. Міне Құдай қаласа осы екінші шайтанға, орта шайтанға тас лақтырамыз. Аға, тудан қалмаңыз. Әне, ту кетіп бара жатыр. Қалып қаласыз зато. Тудан қалмаңыз, әне, тулар кетті, ара жаққа кетіп қалды уже. Тездетіңіз. Үшіншісі әне бар, әне жерде, лақтыратын жер. Барыңыз, мен жіберем қазір. Осылайша шайтанға тас лақтырылып жатыр. Апалар, қалмаңыздар, тулар кетті ана жаққа, тездетіңіздер.
Қалмаңыздар. Тулар ара жаққа кетіп қалды уже үшінші шайтанға. Ана кісілер қалқапты да. Сіз артын жинап келатсыз ба? Неме? Прямой эфир ма? Иә. Адам көп, иә. Ана кісілерді арт жағына бағыстап жүріңізші. Арт жағына. Міне жердегі әйелдер кетіп бара тұр ғой. Тура мына жерде кірмесін. Осылайша шайтанға тас лақтырған болдық. Құдай қаласа сіздер үшін де, көрермендеріміз үшін де 7 тас лақтырамыз. Құдай қаласа сіздер ниеттеріңізге. Иншалла, Алла Тағала өзінің тура жолынан айырмасын. Қандай да бір шайтаннан келген жаман ойларымыз, пікірлеріміз, күнәларымыздан Алла Тағала біздерді қорғасын. Бисмиллахи. Аллаху акбар. Рахман шайтан юхизбихи. Бисмиллахи. Аллаху акбар. Рахман шайтан юхизбихи. Бисмиллахи. Рахман шайтан юхизбихи. Бисмиллахи. Рахман шайтан юхизбихи. Осылайша міне үшінші шайтанға да тас лақтырған болдық. Осымен Жамарат жерінде, және Жамарат деген жерге келіп, үш шайтанға тас лақтырдық. Алла иншалла қабыл етсін. Көрермендеріміздің атына да 7 тас лақтырдық үлкен шайтанға. Алла қабыл етсін иншалла. Осылайша міне шайтанға тас лақтырып